Мен Қазақстанға келгелі 14 жыл болды ағайындар. 14 жыл. 14 жылдың алдында есептегенде, одан ары қарай 5 жыл бұрын есептегенде, былай айтқан 20 жыл бұрын Қытайда тұрған кезімізде, ол кезде интернет жүйесі негізі компьютерда ғана көретіміз. Сол кезде арнайы компьютер жүйесіне кешкісін кіріп, таңертең бірақ шығып кететіміз, түнімен ұйықтамайтынбыз, торап көретіміз. Сол кезде Құлжа қаласында жүрген кезде торап жүйесінен бір бағдарламаны ашып, сол бағдарламада Қытайлардың мамандары, ғалымдары талқ өткізіп жатқан, мынау қаракет секілді бағдарламасында талқ өткізіп жатқан кезінде, мына екі нәрсені, ең үлкен екі нәрсені бұлар нүкте қылды. Біріншісі, біз Еуропаны бағындырудың ең үлкен бірінші баспалдағы Қазақстан деп дәп басып, бұлар нүкте қойды. Көрдіңіз ба? Қазақстанды бірінші баспалдағы, Қазақстанды меңгеріп алсақ, бірінші баспалдағымыз Қазақстанға қол жеткізсек, бүтін Еуропаны билейміз деді. Көрдіңіз ба? Осы туралы нақ дәлел фактіменен мен соны түсіріп алып, дискіге көшіріп алып, мақаласын жазып отырып, мен жоғарыға жолдап берген бір кез. Сол Қазақстан келген жылы мен соны жоғарыға жолдап берген. Дәлел фактімен көрсетіп берген соны. Екіншісі, мына кішкентай жемек ішпектер бүтін 200 неше мемлекетке шығып кеткен кішкентай жемек ішпек заттар, сусындар, соның бәріне ту шектеу дәрісі қосылғандығы. Қытайлар өзі жемейді, тек қана астарлықтарға қарсы арнаулы жасалған сол жемек ішпектер, сусындықтар 190 дей ма, 120 мемлекетке ма шығып кеткендігін айтып отыр. Келешекте соның ішінде соны біліп қалса, бізге бәленбай штраф яки маған қарсылық болмай ма деп айтты. Сонда айтты, ол әзір ол жақтың дамуы немесе ондай ғалымдардың оншылық оны зерттеп кететіндей әзір қабілеті жоқ деп айтты. Көрдіңіз ба? Біз әзір осы мен көптеген топтарда айтып жүрмін, сусындығынан бастартайық, ішпейік деп. Ана Кока-Коладан тартып, кәдімгі ана өрі көк шайынан тартып, бүтін бәрінен анау апельсин шырыны дегендердің бәрінен бастартуымызға тура келеді. Өздеріңіз ойладыңыз ба? Соның бәрінде ту шектеу дәрісі бар. Анау Кока-Коланың кәдімгі кептірілген нәрсесі келеді, химикаты. Оның бір кеседейінің өзі 1 тонна суға қосылады. Егер артық болып кететінсе, ішің өтіп өліп қаласың. Ал кем болатын болса, және де адамға денсаулыққа оның точно теңшеп сөніңен барып шығарады. Бояқ кәдімгі. Бірақ соның ішінде тот шектеу дәрісі бар. Көрдіңіз ба? Сізге 5 жылда әсер етпеуі мүмкін, 10 жылда әсер етпеуі мүмкін. Яки болмаса сенің жемек ішпектік азықтығың күшті болғандықтан әсер етпеуі мүмкін бірен-саран адамдарға. 100-дің ішінде бір, 1000-ның ішінде бір, 10-ның ішінде бір дегендей. Ал қалған әлсіз адамдар, нашар тамақтанып жүрген адамдардың бәріне әсер етеді. Әзіргі ұрпақтардың бәріне әсер етеді, темекі шегіп, пиво ішкен адамдардың бәріне. Сондық үшін соның бәрін көптеген топтарды айтып келе жатырмын. Мен мәселен бәлен уақыттан бері қақсап келе жатырмын. Бізге азықтықнан тартып, мына киім кешегінен тартып бүтін бас тартуға тура кеп тұр деп көптеген топтарды айтып келе жатырмын. Ал Қытайдың осы керексіз заттары арқылы біздің әуел тұрмақ ақшамыздың өзін құнсыздандыруға әкеп соқты. Енді көресіздер, 55 мың теңге 1000 юан болды. Енді көресіз, бір 5-10 жылда о 100 мың теңге Қытайдың 1000 юанына тура келетін болады. Сол кезде сіз өзіңіз ойланыңыз. Бізге Қытайға тауар сату емес, Қытай бізге тауар сату арқылы, тауар арқылы біздің ақшамызды меңгеріп отыр. Қазақстанның ақшасы. Егер бұрынғы кезде осы Қытайдың тауарынан бас тартып, кішкене жемек ішпегіне, жел жемісіне, сусындықтарынан бас тартқанда, біздің ақшамыз бұншылық құнсызданып кетпес еді. Ойландыңыздар ма? Біз қиналып ақша табасың, емсепес деген базарды құрып қойды. Қалтаңа ақшаны салып барасың, сол жерден оның керексіз затын сатып аласың да қайтасың. Ойландыңыздар ма сонда? Сіздер өзіңіз ойлаңыз, ол базар қандай базар? Тауарға тауарды алмастыратын базар. Сен тауарыңды апарасың, ол тауарын әкеледі, тауарға тауар алмасатын базар. Ол тауарын әкеледі екен, біз тауарын әкеле алмаймыз. Көрдіңіз ба? Бізге не үлкен қасірет осының өзі. Біздің осы енді бір 5-10 жылда көресіз ақшаң қаншалық құнсызданатынын. Біздің ақшамызды құнсыздандырып отырған негізі Қытайдың осы әзіргі сауда неменесі бізді құнсыздандырып отыр. Сондық үшін ол әрі біздің халқымызды улап, денсаулығын бүлдіріп отыр. Ана көрпелердің өзін ойлан сен, көрпелердің өзін. Мен сізге көрпелерді айтып берейін. Түйе жүні көрпесі, немене жүні көрпесі дегеннің бәрі, шошқаның жүні,
бір. Екіншісі, ешкінің жүнін Қытайға апарғаннан кейін оның түбітін айырып алады да әскерлерге ерекше үлкен шенеуліктерге киім тігіледі. Қымбат бір жейдесінің өзі $300,000 жейделер тігіледі. Кастом буркалар тігіледі. Ал қылшығы не? Керексіз ол қылшығын. Дәріні бір сепкен кезде ирелектеп жұмсап қалады. Соны бояп түйенің жүні секілді. Қайтадан Қазақстанға қымбат бағада жібереді. Ол көрпелер 18,000-нан төмен емес бағасы. Ал аны шошқаның жүнінен жасалғандар 10,000 теңгеден төмен емес. Ал керексіз елдің тастап салған жаман киімдерінен жасалған көрпелердің өзі, мен сізге айтайын, көрпелердің өзі түйе жүні деп жасалған көрпелер 5,000-нан 3,000-нан төмен емес. Елдің тастап салған киімдері, іш киімдері бар. Ол білмейсің ғой, біреу рак болып ауырған болуы мүмкін, біреу жарақат, сақаймайтын жарақаттардан, яки болмаса басқалай неше түрлі спис секілді аурулар бар адамдардың киімі тасталады, неше түрлі ол араласып. Оларды дезинфекцияламайды ғой, оны түтеді дағы, жуып тазалайды дағы, соның көрпе жасалып келеді. Қаншама ауру кіріп жатыр. Көрдіңіздер ме? Ойландыңыздар ма сіздер? Ойланған жоқсыздар. Ал соны ақша жасап, керексіз қоқсықтар арқылы. Сенің қалтаңдағы ақшаны алу арқылы сенің ақшаңды құнсыздандырып, өзінің керексіз тауарына құл қылып, енді жеріңді сатып алып, өзіңнің етіңнен өзіңе қордақ жасап беріп отырған осы Қытайға, неге осы кезден біз немнағмаймыз, ойланбаймыз. Сондық үшін бауырлар, кішкене өздеріңізді кішкене әзірден бастап, кішкене мына халықты кішкене қорғайтын, халыққа сүйеп сөйлейтін сөздер айтыңыздар, айналайын. Ол біз дін деген нәрсені бізге керек емес, анау арабтың діндері, салафат, ағымдары, бахабес ағымдары бізге керек емес. Бізге әзір керек нәрсе ұлттың тағдыры алаңдатады. Келешек ұрпағымыздың тағдыры алаңдатады.